Бізді қызметте болдық қой бір кезде. Маған Черномырдин болсын, немесе Ельцин болсын, телефонды жұлып алып маған нұсқау беру ол жағдай мүмкін емес болады. Мәселе Ресейде ғана емес, мәселе Путинде ғана емес. Мәселе бізде. Намысың болса, жүрегің болса, мінезің болса, қай жерге кетіп бара жатыр аналар? Мен олардың арасында бірге өстім, мектепте оқыдым, әскерде болдым, институтта оқыдым, общежитие жаттым. Бәрі мына жерде мінезіңді көрсетсең, сыйлайды. Сыйлықтан басқа ештеме керек жоқ. Олар бізді жалғанда жақсы көрмейтін де шығар, керек те жоқ бізге. Сондықтан ол сылтап, ойбай Москва, ойбай Путин дейді. Өзімізде бәрі. Дәл қазір өзгеріске бұрылатын жағдай болып жатыр. Сирияда болып жатқан жағдай ол неден болды? Сирияда жағдай олардың артында тұрған екі үлкен мемлекеттің қуатын жоғалтып бара жатқан себебімен болған нәрсе. Иран мен Ресей. Мемлекеттің келешегін сақтау тұрғыда мәселені талқылайтын болсақ, онда Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жасап жатқан әрекеттері өте бірден дұрыс. Екіден пайдалы. Үшіншіден көрінбесе де, бірақ дегенмен саяси жеткіліктер ол бар.